İşimsin. Yok, şöyle bu arada oynayan koy. İşimsin. Zira baydan sıraymış. Apa ilaçtan çıkardığında Coca-Cola barı şöyle bu adama oynayanınız var. İşimsin. Олай болса, балалар, мен сендерге Кока-Коланың пайдасы мен зияны туралы чипсиді жеуге болады екен, соның барлығын айтып берейін. Балалар, естідіңдер ме? Мен сендерге Кока-Кола мен чипсидің пайдасы мен зияны туралы айтып беремін деп едім ғой. Ya. Балалар, коланы біз әдетте шөлдегенде, шөл басқанда ішеміз, иә. Оны бірақ та күнделікті тұтынуға болмайды екен. Балалар, мен сендерге Кока-Коланың құрамында не бар екенін айтып береймін ба? Қараңдар. Кока-Коланың түсі қандай екен? Міне, қоңыр түсті екен, иә. Кока-Коланың құрамында фосфор қышқылы болғандықтан, ол біздің тісіміздің иманына зиян. Ал оның құрамында қант болғандықтан, біз қант диабетіне шалдығуымыз мүмкін. Сондықтан Кока-Коланы күнделікті тұтынуға болмайды. Ал бұл бізде не екен? Чипси, иә балалар. Чипсиді картошкадан майға қуырып жасайды. Ол майлы болғандықтан біздің асқазанымызға зиян. Сондықтан чипсиді де біз көп қолдануға болмайды, иә. Көп қолданбауымыз керек. Ал балалар, міне Кока-Коламызды құяйық. Саған да құяйық. Балалар, қараңдаршы, бұл не екенін білесіңдер ме? Бұл бізде шеге, иә? Бұл бізде не? Тиын. Лас кір шеге, және біздің міне теңгемізде лас болып қапты. Ал енді өзіңнің Кока-Коланы алып сала қой. Алып сала қой. Сала қой. Сен де алып сала қой. Енді балалар, қараңдар. Біз тиынымызды Кока-Колаға салдық. Енді оны осыны бетін жауып, бір күн қойып қоямыз. Бір күн кейін бақылаймыз балалар. Осылай жауып қойып қоямыз. Кока-Коламызды тағы да қоямыз. Қараңдаршы, бұл не? Бұл жұмыртқаның ақуызы, иә? Жұмыртқамыз, иә? Жұмыртқамыз. Сен сала қой жұмыртқаны қолға. Сен де сала қой. Бұл жұмыртқамызды да біз бір күн қойып зерттейтін боламыз. Кәнге балалар, қалдарына берілген ақпараттарымызды ашамыз осылай. Ашамыз осылай, чипсимізді саламыз. Сен сала қой чипси. Сала қой, тағы да сала қой. Сен сала қой. Бір жағына саламыз. Бір жағына сала қой, мына жағына сала қой. Осы жағына саламыз, тағы да алып сала қой. Тағы, мына жаққа саламыз, иә. Енді парағымызды жабамыз осылай. Жабамыз, үстінен басамыз. Басамыз. Енді ашыңдар балалар. Қараңдаршы балалар, мына жағына не көріп тұрсыңдар сендер? Аша ғой. Мына жағына не көріп тұрсыңдар балалар? Май екен, иә балалар? Балалар, чипсиді күнделікті қолдануға болады ма екен? Ол майды, иә, күнделікті қолдануға. Өйткені ол майлы біздің асқазанымызға зиян. Иә балалар? Балалар, қараңдаршы, бұл біздің кешегі жасаған жұмыртқамыз, сосын кейін шеге, сосын тағы не бар? Тиын бар екен, иә? Біз оны бір күнге қойып қойдық. Енді қазір ашып, оны қалай болғанын көреміз, иә? Кәне, бұл бізде жұмыртқа. Қараңдаршы, жұмыртқамыз қалай болып кеткен балалар? Қарайып кетті, иә балалар? Сондықтан балалар, Кока-Коланы көп тұтынуға болмайды екен. Ол біздің тісіміздің иманына зиян. Енді қараңдар. Енді шегемізбен тиынымызды қараймыз. Қараңдар біздің. Тиындарымыз тап-таза, әппақ болып кетіпті. Бағанағы лас тиындарымыз әппақ, тап-таза болып кетіпті. Міне тағы да бізде шеге бар. Шегеміз бар қазір. Қараңдар, шегемізде көрейік міне. Міне, шегемізде біздің тап-таза болып кетті. Қараңдаршы балалар, тап-таза болып кетті, иә? Сондықтан Кока-Коланы көп тұтынуға болмайды. Кока-Кола біздің асқазанымызды осылай шай жібереді екен. Ал тісімізді болса осылай қарайтып жібереді екен. Сондықтан Кока-Кола мен чипсиді күнделікті тұтынуға болмайды екен, иә балалар? Жарайсыңдар, бүгінгі біздің зерттеуіміз аяқталды.